Бірақ кейбір білім ордаларында биыл алғашқы қоңырау соғылмауы мүмкін, себебі дайын емес. Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Павлодар облысындағы білім мекемелерінде жөндеу жұмыстары бітпей жатыр. Еліміз бойынша 52 ғимараттың 15-інде құрылыс жұмыстары аяқталмаған. Оның басым бөлігі Түркістан облысы мен Астанаға тиесілі дейді оқу ағарту министрі. Жайлы орта қалыптастыру мақсатында аймақтарда биыл 260 мектепті күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бірінші қыркүйекке дейін 194 нысанды тапсыру жоспарланған, ал қалған 66 мектептерді жөндеу жұмыстары өз мерзімінде, белгіленген мерзімде аяқталады. Дегенмен министрліктің жүргізген мониторинг шеңберінде Ақмола, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарында жөндеу мерзімінің бұзылу тәуекелдері анықталып отыр. Бұл мәселе жуырда үкімет отырысында да талқыланып, Әлихан Смайылов та араласып жатыр. Ал кейбір өңірлерде әкімдер ала шапқын болып, мектептерді аралап жатқан көрінеді. Өңірлердегі ахуал қалай? Әріптестеріме сөз берейін. Ақбаян, кеш жарық. Ақтөбе облысында 3 ауысымда оқиын деп жатқан білім ордалары бар ма әлі? Қайырлы кеш ғалым, 3 ауысымдық мектептер мәселесі күн тәртібінде тұр. Облыста ондай білім ошағының саны 6. Бұл әсіресе қалалықтар үшін өткір проблема болатын, себебі қаланың аумағы ұлғайған сайын халық саны артты. Әсіресе Батыс 2 және Есет Батыр шағын ауданының тұрғындары балалар мектепке сыймай қалған жиі айтатын шенеуніктер 3000 орындық мектептің іске қосылуымен 3 ауысымдық мектеп мәселесінен құтыламыз деп отыр. Бұл жеке мектеп болғанымен ол мемлекеттік тапсырыс негізінде балаларды тегін оқытатын болады. Батыс 2-ден қазір білім смарт деген жеке мектеп ашылып жатыр. Бұның мүмкіншілігі бір ауысымда 3000-нан астам бала қабылдай алады. Есет Батыр ауданында 60-шы және 78-ші мектептер 3 ауысымда оқиды. Ондағы мәселеде рет-ретімен шешілуде. Қазіргі таңда 60-шы мектеп өзінің жапсарлас құрылысын бастады, 600 орындық. Ақтөбе апатты мектептерден де арыла қойған жоқ, олардың саны 5. Білім басқармасы бұл мәселені де басын назарға алған. Жалпы биыл 22 мектептің құрылысы басталады. Құрылыс демекші, облыстық қоғамдық кеңестің мүшелері қай ауданда, қай елді мекенде қандай сыйымдылықтағы мектеп салу мәселесі тұрған кезде жан-жақты саралау керек деп санайды. Себебі халық саны үдере көшіп жатқан және бала аз мектептерде, кей елді мекендерде қаражат шығындап сарайдай мектеп салу қисынсыз деген пікірде. 10 шақты жыл бұрын 100 мектеп деген уақытта алды-артына қарамай мектептің санын көбейту, қаржы игеру үшін салынған Талдыкөл дейтін ауылда 60 балалық па 100 балалық па үлкен мектеп тұр. Қазір 14 үй қалды. Дүкен негізгі мектебінде 19 баланы 18 мұғалім 12 тех персонал оқытып шықты. 10 шақ бала қалды. Облыста 190 мыңға жуық оқушы бар. Биыл құрылысы басталатын 22 білім ошағының біреуі осы біз тұрған Есет Батыр ауданында бой көтеретін болады. Ол салынғаннан кейін 2000 бала баратын болады. Ғалымжан, ал сіздерде балалар қандай мектепке барып жүр? Жалпы 3 ауысымдық деген мәселе оңтүстік өңірде бар ма? Рахмет Ақбаян, Шымкентте де жаңа оқу жылына дайындық қызу жүргізіліп жатыр. Сала мамандарының берген ақпаратына сүйенетін болсақ, 3 ауысымда білім берген 3 мектептің мәселесі биыл толығымен шешіледі дейді. Сондай-ақ білім беру ошақтарындағы күрделі жөндеу жұмыстары дер кезінде аяқталып жатыр деп марқая жеткізді. Ал Түркістан облысында жаңа оқу жылына қатысты түйткілді мәселелер бар көрінеді. Яғни бір ғана Сарыағаш ауданында жаңа оқу жылында 1300 бала далада қалуы мүмкін. Себебі номер 16-шы Панфилов мектебінің күрделі жөндеу жұмысын өткен жылдың қазан айында алған мердігер жұмысты сағызша созып келеді. Мектепке арнайы бас сұққан облыс әкімі Дархан Сатыбалды мердігер мекеме өкілін бір шыбықпен айдап алды. Көтер алмайтын шоқпарды беліне байлап, мемлекеттің ақшасын алып, тірлігін тиянақты бітірмеген құрылыс компаниясына бір апта уақыт берді. Сол аралықта күрделі жөндеу толық аяқталмаса, әрбір тиынына дейін тексеру жүргізетін жеткізді. Жалпы Түркістан облысында биыл 20 мектеп күрделі жөндеуден өтіп, соның 15-і жаңа оқу жылында тас түйін дайын болуға қажет екен. Бұл жерде бұл мектеп 1300 бала оқиды. Сіз түсініп алсаңызшы, 1300 бала қайда оқытамыз? Қаңғымайды, бұл ертең кіргізіп беремін. Өзім басында жатсам да кіргізіп беремін, енді түсінемін. Облыста 3 ауысымда білім беретін дәл қазіргі таңда 9 мектеп бар. Сондықтан апатты 3 ауысымда және орын тапшылығын жою үшін өңірде 2023 және 2025 жылдар аралығында 96 мектеп салу жоспарланып отыр. Ал Гүлназия, Алматыда жаңа оқу жылына дайындық қалай? Сіздерде де әлі күнге дейін 3 ауысымда білім беретін мектептер бар ма?
Сұрақ орынды, Ғалымжан. Бізде Алматы облысы бойынша 51 мектеп 3 ауысыммен оқиды. Бұл бала санының көптігі білім ошағының тапшылығының таза көрінісі деуге болады. Әзірге 16 мектептің құрылысы басталған, тек оның 9-ы ғана қолданысқа берілмек. 5-еуі жыл соңына дейін күрделі жөндеуі аяқталуы тиіс екен. Егер бәрі бірдей іске асса, 3 ауысыммен оқитын 15 мың баланың тағдыры шешілмек. Ал жайлы мектеп бағдарламасы аясында 53 мектеп жаңадан тұрғызу жоспарланған. Атап айтатын болсақ, Іле ауданы бойынша 4 мектеп, Жамбыл ауданында 3 мектеп, Еңбекшіқазақ ауданында 4 мектеп, Қарасай ауданында 8 мектеп, және Талғар ауданы бойынша 7 мектептің құрылысы осы үстіміздегі жылы басталып, 24 жылы пайдалануға беріледі деп күтіп отыр. Ал жалпы өңірде 430 мектепте 340.500 бала оқиды. Биылғы оқу жылына 12 бірдей мектеп дайын емес. Әйтпесе құрылысқа 12 миллиардтан астам қаржы бөлінген бюджеттен. Жөндеуден өтіп жатқан ғимараттардың бәрі 70-80 жылдары тұрғызылыпты. Енді ондағы оқушылар көрші маңдағы мектептерге қатынап оқитын болады. Алматы облысы сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқандықтан мектептердің кешенді күрделі жөндеу жұмыстарына сейсмикалық күшейту жұмыстары қарастырылған. Сондықтан да мемлекеттік сараптама қорытындысына сәйкес күрделі жөндеу жұмыстарының өткізу мерзімі 5 айдан 12 айға дейін созылады. Бұл облыс бойынша ақпарат. Ал Алматы қаласындағы бүкіл мектеп жаңа оқу жылына дайын дейді білім басқармасы. 70% білім ошағында маусымдық жөндеу жұмыстары жүргізіліпті, қалғаны осы айдың 25-іне дейін аяқталуы тиіс екен. Ал күрделі жөндеуден 12 мектеп өткен. На сегодняшний день в 3 школах уже завершены ремонтные работы. Бүгінгі күні 3 мектептің жөндеу жұмыстары аяқталды. Қалған 5 нысан оқу жылына дейін дайын болады деп күтілуде. Тағы 4 білім шаңырағы өз мерзіміне қарай әлі де күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Ал осы 4 мектепте 4 мыңға жуық бала оқиды. Оларда енді басқа жерге қатынауға мәжбүр. Мердігерлер айтқан уақытында күрделі жөндеуді аяқтаймыз деп сендіріп отыр. Бюджеттен әр мектепке 1 миллиардтан астам қаражат бөлінген. Осы тұста айта кету керек, жемқорлардан тәркіленген қаражат та осы оқу ағарту саласына жұмсалмақ. Қазіргі күні 151 миллиард теңге жиналыпты. Еліміздің 16 өңірінде, оның ішінде Алматыда бар 76 балаға шақталған 2 ауысымдық мектептер қолданысқа берілмек. Студия, мендегі бар ақпарат осы. Көп рахмет, түсінікті жаңалықтарымызды жалғастырамыз.